Бұрынғы заманда ата-бабаларымыз қызыл мия тамырын халық медицинасында күйзеліс пен ұмытшақтықтан арылу үшін және қалқанша без ауруларын емдеуге ұдайы қолданған. Елімізде қазақтың дәстүрлі емін қайта жаңғыртып, шипалы шөппен емдейтін орталықтар жоқтың қасы. Ал Сүлеймен ағамыз қызыл мия тамыры мың сан дертке дауа екеніне көз жеткізіпті. Табиғи шөп дәрілермен емдеу орталығының жетекшісі бас ауырып балтыры сыздағандарға осы тамырды ұсынып, түрлі аурудың алдын алған. Табиғат құдіретінің пайдасы ұшан теңіз екенін нық сеніммен айта аламын дейді. Қызыл мияның ерекшелігі жаңағыдай бұл бауырды қуаттандырады, және көк бауырды қуаттандырады. Бұның негізгі емдік қасиеттері содан кейін жаңағындай асқазанды қуаттандыратын қасиеттер. Өнге бұны тағыдан тыныс жол ауруларына істетеді. Бізде айтқанда қазір Қытай медицинасы, Тибет медицинасы деп халықтың бәрі көбі соған назар аударып кеткен. Қазақтың медицинасын жаңғырту жағында мемлекет жағы кішкене жұмыс істесе деген ойымыз бар. Расымен де ұшы-қиыры жоқ даламызда өсіп жатқан табиғи байлығымызды игерудің жолы бірізге қойылмаған. Керісінше, бос жатқан жерлердегі дәрілік және емдік өсімдіктер шетелдік инвесторлардың оңай олжасына айналып барады. Арзан бағаға тасымалданатын дәрумендерге бай шөптер өзімізге сан мың еселеніп, қымбат сатылатын да жасырын емес. Қытайға енді ол тасымалданып жатқан тек қызыл мия емес, жаңа айтып кеттім, алтын тамыр, сол сияқты шөптердің түрі өте көп. Ол үшін айтқанда жаңа біздің экологиямызға өте зиян. Оның негізі мемлекет жағынан тосқауыл қойған дұрыс. Ол өзіміздегі табиғи өнімді өзімізде өндіріп, өзіміз жаңа айтып кеткендей табиғи шөп дәрілер жасап, сол шөп дәрілерді халыққа ұсынып, халықтан асылған шетелге экспорттауға болады. Қызыл мияның қасиетін әлемнің көп елдері ежелден біліп, оны фармацевтикадан бөлек тамақ өнеркәсібінде, косметологияда қолданып келеді. Мәселен, Германияда мия тамырынан жақпа майдың 20-30% жасалады. Тибетте жасару үшін қайнатып ішеді. Тәттілік жағынан бұл өсімдік қанттан 50 есеге артық. Сондықтан Финляндия, Норвегия, Дания, ақш мемлекеттері түрлі тәтті шоколадқа осы өсімдікті пайдаланады. Сымбат Ғалымбекұлы, Алмас Нұрдос. Аптап.